Мектеп Ақтау қаласы әкімдігінің 2018 жылға 21 маусымдағы нөмірі 1353 қаулысы бойынша нөмірі 29 жалпы білім беру орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып ашылды. Жалпы көлемі 4 гектарға жуық, сыйымдылығы 900 орын. Мектеп бастауыш әкімшілік жоғары болып 3 бөліктен тұрады. 2 спорт залы, 198 орындық акт залы, 156 орындық асхана, кітапхана, мультимедиялық оқу залы, физика, химия, биология, 4 информатика, 6 мультимедиялық, көшбасшы кабинеті, емдеу сауықтыру кабинеті, STEM зертхана, ал мектеп ауласында смарт жылыжай, халықаралық стандартқа сай салынған футбол алаңы, ойын алаңдары мен демалыс орындары бар. Қазіргі таңда мектепте 1794 оқушы, 105 мұғалім, оның ішінде білім саласының құрметті қызметкері мен үздік педагог, шебер ұстаздар қызмет етеді. Осынау халық игілігі үшін берілген жаңа мектепті заманауи талаптарға сәйкестендіру мақсатында мектеп көшбасшылары, ата-аналар, оқушылар бүкіл ұжым болып үздіксіз біріккен жұмыс жасап келеді. Мектеп миссиясы рухани мықты, интеллектуалды дамыған, халыққа қызмет ететін жаңа сапалы көшбасшы ұрпақ болу. Ақылды мектеп жоба аясында мектепте цифрлы бақылау өткізу құрылғылар бар. Қазіргі кезде цифрлық бағдарламаға ғимаратқа кіріп шыққан оқушы мен ұстаздың аты жөні мен уақытын анықтайды. Ақпараттық терминал арқылы кез келген ата-ана, оқушы мектеп тарихы, мектеп жарғысы, кабинеттердің орналасуы, сабақ кестесі, қоңырау кестесі, мектеп мұғалімдері мен оқушылары, мектеп жаңалықтары, мектеп.edu.kz сайты мен Фейсбуктегі жаңалықтар туралы толық ақпарат ала алады. Тұңғыш президент елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі мен еңбек жолын насихаттайтын көшбасшы кабинетінде оқушылар қоғамның кез келген саласында көшбасшы болу мен әрдайым үздіктер қатарынан көріну бағытында жұмыстанады. Қазіргі кезде балалардың физикалық белсенділігі төмен және олардың көбісінде майтабан және омыртқа жотасының қисаюы жиі кездеседі. Сондықтан мектепте 3 пен 12 жас аралығында балаларға және 13 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған ЛФК Ақтау емдеу сауықтыру кабинеті жұмыс жасайды. Бұл балалардың спортқа деген көзқарасын түбегейлі өзгертіп, арнайы әзірленген жаттығулар арқылы сауықтырады. STEM зертханасы, инженерлік сала, робототехника, бағдарламалау және 3D модельдері мен математиканың бір уақытта дамуы туралы ғылым. Бұл жаратылыстану пәндерінің күрделілігін жеңілдете отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру. Қазіргі уақытта қарқынды дамыған робототехника негізіне үйрете отырып, жаңа мамандықтарға баулу мақсатында жұмыс жасап жатыр. Мұнда оқушылардың тек логикалық ойлау қабілеті жетіліп қана қоймай, электронды сызбаларды түсіну, проблемаларды түрлі жолдармен шешу, шығармашылық идеяларын іске асыру, басқа да зерттеушілік біліктіліктері артады. 2020 жылға қарай мектептерде математика, ауыл шаруашылық инженериясы, роботтар техникасы, 3D дизайн, аэроғарыштық инженерия өзекті оқу пәндеріне айналады деп күтетін болсақ, мектептегі смарт жылыжайда ауыл шаруашылық инженериясына алғашқы қадамдардың бірі. Бұл ақылды жылыжайдың басты ерекшелігі толығымен автоматты түрде жұмыс істейді. Жылы еден, ақылды суару, ішкі температураны ретке келтіру, яғни ондағы жылу, жарық жүйесі тәуліктің әр мезгіліне қарай өздігінен реттеледі. Жылыжай оқушыларды ғылыми жұмыстар мен ауыл шаруашылығы саласындағы мамандықтарға баулай отырып, тәжірибе жасауға, биология сабағындағы теориялық білімін практикалық жұмыспен ұштастыруға мүмкіндік береді. Білім ордасы аз уақыт ішінде көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Ғылыми жұмыстар мен пәндік олимпиадаларда, спорттық және өнер сайыстарында жүйріктеріміз топ жарып, қалалық, облыстық, республикалық сайыстардың жеңімпаздары атанды. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген. Бұның бәрі ұстаздардың тынымсыз еңбегінің арқасы. Мектеп мұғалімдерінің жетістіктерінің өзі бір төбе. Үздік педагог 2018 байқауының облыстық кезеңінде технология пәні мұғалімі Атаназаров Марат бірінші орынды иеленсе, осы байқаудың республикалық кезеңінде география пәні мұғалімі Бегейбай Дина Медетқызы Нұр-Сұлтан қаласында бас жүлдені жеңіп алды. Мектебімізде Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Шәмшадинова Күләш Ноғатайқызы, сондай-ақ республикалық қосымша білім беру әдістемелік орталығының директоры Шер Раиса Петровна, Нобель сыйлығының иегері Ранжендра Кумар Пачаури, Павлодар мемлекеттік университетінің ректоры Нұхылы Алтынбек, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің жауапты хатшысы Орсариев Арын Амангелдолы, Лондондағы Лестер университетінің профессоры Марк Миндали қонақта болды. Ақтау қаласындағы химия биология бағытындағы
Назарбаев зияткерлік мектебі директоры Пайзов Ермек Серікұлы мектебімізде болып, жаңашыл тұрғыда жұмыс жүргізу бағытындағы кеңестермен бөлісті. Екі мектеп арасында іскерлік қарым-қатынас орнатылып, Назарбаев зияткерлік мектебі оқушыларымен кездесу ұйымдастырылды. Кездесу барысында зияткерлік мектеп оқушылары өз мектептерінде қазіргі таңда жүргізіліп отырған әлеуметтік жобалар жұмысын ортаға салды. Жоғарыда аталған жұмыстар мектебімізде бүгінгі таңда мектеп өмірінің сапалы әрі жаңашыл болуы жолындағы ізденістердің көрінісі және алдағы уақытта да ауқымы кеңейіп, өз жалғасын таба береді.